Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 88-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы не үйрендім? Осы бөлімдегі мәтіндерден оқыған сөздеріңді қолданып көр. Бірінші тапсырма қажетті сөздерді қой. Көктемді сен сағынасың. Қой әкелді молшылығын. Ешкі әкелді берекесін. Қандай ерекше әдемі кемпір қосақ. Орманда бұлбұл басты әнге. Екінші тапсырма кластер құрастыр. Қоршаған орта. Сөзіне кластер құрастырамыз. Қоршаған орта ол ауа, табиғат, тау, су, өсімдіктер, жануарлар. Үшінші тапсырма мамыр айында табиғаттағы қалай өзгереді, өз ойыңды жаз. Мамырда жан-жануарлар боянып, айнала түрлі түске еніп, табиғат жарқын бояуларға боялады. Адамдар сергіп, қалың киімдерін тастап, тіршіліктерін жалғастырады. Көктем адамдарға әсіресе жаңбырлы күндермен ұнайды. Тыйым сөздерді қолдана аласың ба? Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, тыйым сөздерді жазамыз. Аққуды атуға болмайды. Киікті атқанды қарғыс ұрады. Қарлығаштың ұясын бұзба. Мәтін түрлерін анықтай аласың ба? Мәтіннің 3 түрі бар екен. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Бесінші тапсырма сипаттау мәтінін ата. Сәкен Сейфуллин көлде, Өтебай Қанахин Дулаттың белгісі, Леонардо да Винчи Арыстан мен қозы. Бұл жерде сипаттау мәтіні, Сәкен Сейфуллин көлде мәтіні. Алтыншы тапсырма Арыстан мен қозы шығармасы мәтіннің қай түріне жататынын айт. Арыстан мен қозы әңгімелеу мәтіні. Жетінші тапсырма өйткені себебі деп келетін дәлелдеулерді қажет ететін мәтін түрі пайымдау мәтіні.